5-те тұрам. 5-тің жүгірмеймін, 5-те тұрам да кішкене жуынып, шайынып. Міне жерде скакалкам бар. Міне, оны рестартлайын. Бір, екі, үш, төрт. Мен 20-да тартылатын түрім бар. 20 негіз тартыласы әдетте. Мен 20 көбінесе тартылам. Отжимание от пола 100-ге дейін апарам. Мен мына қазір жүгіргенім, енді орысша айтқан не болдар? Для удовольствия жүгірем. Соның ләззат алам. Ана жерде шетелдікі де бар. Қанша медаль? Міндетті 300-дей бар шығар. Мен спортқа қызығушылығым 1-ші класстан басталды ғой. Мен өзімнің нағашы атам кезінде Меккеге барып келген 37-ші жылдарында. Өмірім содан басталды енді. Енді сол 12-ші жылдардан бері жинап келе жатқан медальдарым. 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын деп кәдімгі пьедесталда кәдімгі орын алған үшін міне жаңа неше түрлі нелер. Міне Қазақстанның несі. Спокойно отыра бересің міне. Міне до конца міне. Міне бүйтіп отырсаң да болады. Міне. Ана аяғы ойнап тұрды міне. Міне бүйтіп бар ғой, жарты сағат отыруға болады былай. Міне. Сонда бұның барлығы буынға жақсы әсер етеді. Конечно, мына аяқтар суставтарға жақсы ғой. Оқуға түстім за ветеринарный Талдықорғанда техникумға. Сол жерде де жүгіріп жүрмін. Армияға бардық. Армияға барғанда мен марафон дегенді білмейтін, ойлаған бір 5-10 километр ма деп. Қарап отырсаң ол енді 42 километр енді оңай емес қой. Сол армияда жүгірем деп 3-4 рет жүгіре алмай қалғам. Обезвоживание есімден. Просто ішімдегі намысым жібермей қой деп. Ішімде жаңа айтып отырмын ғой, нағашы атам Меккеге жаяу барып келгенде мен мына 42 километр неге жүгіре алмаймын деп қан жібермейді екен ғой. Сол атамды ойлап кетемін де, нағашы атамды ойлап кетемін де, өзі маған ұқсаған, түрі де ұқсаған. Сол нағашы атамның несі ғой енді, әруағым шығар, может, сол. Сонан кейін армиядан келгеннен ойладым, нағашы атам Меккеге барып келген, мен де барып келсем қалай болады деп, бірақ та болмады енді. Қазір бәрі самолетке отырады да барып келеді де, мен қажымын дейді. Вот нағыз қажылар жаяу барып келген ғой. 28 күнде Түркістанға жүгіріп барғам. Ол не сверхмарафон. Сол басталды. Содан кейін көбінесе мен классикпін. 42 километрге жүгіремін. 42 километр классик. Олимпиадаға, чемпионатқа кіреді. А мына сверхмарафон, экстремальный марафон оған кірмейді. Экстремальный мына қарда жүгіресің, боранда, неде сөйтіп жүгіріп жүрдік. Сол Алланың қалауыменен енді айтайын, енді осы Құдайға шүкір, енді қанша рет 2 рет құмда есім танып қалған кездерде болды. Ойлайтын міне, особенно жас келген уақытта қиын екен ғой міне. Қазір енді міне уже 2-3 жыл болды уже құмда жүгірмеймін. Последний раз мына Балқашта жүгірдім. Қой деп міне. Оңай емес қой енді жас келгенде. Қазір енді сол 10 километрді, 21-ді, жылына бір рет 42-ні жүгіріп қоямын, болды. Қазір жасым 70-те. Шахматты жақсы көремін, дойбыны жақсы көремін, настольный теннисті жақсы көремін. Жас көргеніммен де мына апаңыз, сол кісі менің поварымда, врачымда, мен ешқандай анандай дәрішетіндер болады ғой. Омолаживание, мынау, мельдония, мынау. Мен ондай қолданбаймын. Мына абайларыңыз не береді, соны ішемін өзім. Маған бір ғой, стимул, стимул деген жаңағы общение, мотивация. Осы сияқты жігіттерменен әңгімелескен өзі маған лучший лекарство, дәрі маған осы приятность. Мына адам көңіліне байланысты ғой, көңілің жақсы болса бар ғой, бәрі жеріңе де көмектеседі. Мына жүрегің болсын, ойың болсын, мына кровообращениең болсын. Адам өзін бар ғой, не қылу керек? Дұрыс. Пайдалана білу керек. Мына ең жақсы өзің көңіліңді көтеріп, жастармен де сөйлесіп. Менің жасым ешкім жамандағанмен, менің жасымда кейбір кісілер бар енді. Отырып алады, әне жерім ауырды, міне жерім ауырды. Мен балаларым бар міне. Бір жаққа баратын болсам, мысалы бүгін сіздер айтсаңыз мен мүмкін жаңағы бір балама звондап, алып бар ботанический садқа мен апар деп. Жоқ. Мен балаларымның жұмыстарын жасай берсін. Құдай Алла маған 2 аяғымды жүріп отырсам, Алладан сұрайтыным бірақ қана нәрсе. Мен Алладан сұрайтыным, я Алла, осылай мені жүргізіп қойшы, жүгірткізіп қойшы деп. Орыста айтады ғой, дай Бог мне здравом уме на своих ногах дейді ғой. Желудыққа смазка бермесең, бір күні болмаса гастрит боласың, или язва боласың. Оны шықырылыстарды былай жүреді. Оның бәрі енді медицина ғой. Оның арасында концентрат шлактар қалып қалады. Ол соң кейін 1 жыл, 2 жыл анандай жерінде қалып қалса, оның бәрі болады. Көбінесе біз қазір комнатный температура су ішу керек, тап-таза. Суық су ішуге болмайды. Қазір жылына 1 рет, 2 рет ғана жүгіремін 42-ні. Классика дейді кәдімгі. Чисто олимпиадаға кіреді, неге кіреді. 3 сағат 35 минутқа жүгірдім. Мәссаған. Әрбір километрім міндетті сол 5-те 55, 6 минуттай шығып отыр.
карdiогенный жүгүрөрдү алдын ала дайындалуу керек. Тем более биздин жасыбызда 70 келгенде организмибиз жас жигиттер сыяктуу эмеспиз. Өтө кыйын. Сонун акырында баары енді старый болуппуз го. 3 күн 4 күн жүгүрмөйсүң кәдимги. Жакшы уктап алуу керек. Эч кандай дәрі де керек жок. Өзүң болуп жүрөсүң. Последний раз Норвегиянын киши менен бирге жүгүрүп келдим. Эndi жүгүрүп келе жатсам, ылгый жастар, өзүң катары сыяктар. Вроде менин алдыма бир үлкен шалдар өтпеген сыяктуу. Бір қарасам бір шал кетіп бара тұр, бойы ұзын. Мен оны орыс екен деп қалдым, артынан келе жатқанда. Қуып жеттім оны. Где-то 31 километрде. Бойды өтатын старики деп вперед десем, вальканы мене колкайым дейді, мәссағым өлгім дейді. Ақыл семейсіз, сөйтсе өздері сөйтіп сөйлейді екен ғой, жаңағы фендер. Кәлмене, вечміле, аль кенті дедім. Екеуміз сырда танысып кеттік. Әйтер қол менен жеспенен, мен ағылшынша білмеймін, ол ағылшынша айтса, мен ол орысша айтсам, ол мені білмейді. Где-то 1 сағат екеуміз әңгімелесіп келе жаттық. Сондай міне. Уақыт өтіп кетті. 1 километр, 2 километр қалай өтіп кеткенімізді білмейміз. Әңгімелесіп барып, пункт питаниядың жаңағы суымыз ішіп алып әңгімелесіп. Бұл немес қой, соревнование немес қой, әйтеуір жүгіріп өтсең болды. Сонан кейін оған айттым, goodbye дедім де. Ана қалып қалды. Ол кісі оказывается, сөйлесің, сол кезде 78-де болған ол кісі. Профессор, бай кісі екен. Мә ең қиын мына құмда жүгірген, ойбай. Өліп қала салдайсың ғой. 100 километр жүргім ғой құмда. Ана құм деген төбеңнен ұрып тұрады, астыңнан ана құм. Жаныңда ешкім жоқ, төб жоқ. Өліп кетсең бар ғой, ешкім арам өлесің ана жерде. Бір жерде әділі знак недер тұрады, ограничение орап қойған. Ана дельтаплан деген сияқты су ішіп жүреді, бүйтіп жаны. Ана жолда адасқан. Сол жерде неде машинада жүрмейді ана. Сөйтіп ақырында 4-5 рет жүгіремей қалған кездер болды. 30 километрді өзі кардегенде. Аяғың жүрмей қалады, бітті, битесінде қаласың. Қанша ине тықсаң да, қанша не қылсаң да, не помогает, битесінде қаласың, бүйтіп аяғың жүрмей қалады, бітті. Сонда скорый помощьқа отыра саласың да. Обезвоживание болады, кейде вообще пән кіріп кетесің. Сонда өзіңнің ішіңнен ойлайсың. Әкең тілеужан жас кезінде жарай жүгірдің енді. 60-тан кейін саған не жетпейді таптан. Жұбайың жанында шайын ішіп отырмайсың ба? Жұбайымыз, апамыз екеуміз отырамыз, әңгімелесеміз. Ол кісі де неге барып жүр, гимнастикаға барады. Мектепте әлі жұмыс істеп жүр, кезінде мектепте істеген, завуч болған, директор болған. Қазір пенсияға шықты. Мен де қазір жұмысым істеп жүрмін, барыс клубындамын. Если мен 3 күн жүгірмесем, 4 күн жүгірмесем, адамдармен сөйлескім келмейді. Басымдың алдында пән кіріп бар, жатайын десем не жатамаймын. Өйткені қан неғып кетеді. Кровообращение, міне жүрек деген фильтрировать етіп отыру керек. Бүкіл мына қан, сонда мына сүйектердің арасында болады ғой, мына жерлерде. Мына сүйектің, мына саусақтар, мына неден, оларға жеткіз керек қой.